Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Мына менде өсіп жатқан отросткаларым. Барлық өзім гүлдерімнен отростка жасадым. Мына гипоэстастың мына жерінен отростка жасаған едім. Ары қарай шығып жатыр. Бұл суда тұр пока тамырлап. Мына менде красандра сары түсті ашады. Суда тамырлаттым. Сосын стаканчикке ектім, одан горшокқа перевалка жасадым. Өте жақсы, тез өсіп жатыр. Мынау бальзамин, махровый бальзамин. Бұны да суда тамырлатып ектім. Мынау кегровая бегония. Бұл да суда тамырлайды. Снег қойдым. Мынау традискансия өсіп жатыр. Бұл жарық жер болса, мына алалық жақсы көрінеді, әппақ болып жапырағы. Мынау менде монстера манки мен лудузияның отросткасы. Лудузия дегеніміз, драгоценный орхидея дейміз ғой, как орхидея деген гүл, ақ гүл ашады, суда тамырлайды. Ал мынау монстера манки тамырлап жатыр. Бұйыртса енді кішкене тамыр ұзарғаннан кейін егетін боламын. Мынау менде суда тұрған біраз тамырлап жатқан гүлдерім. Сингониум, пеперомия, бегония, бальзамин бар ішінде. Ал мынау сингониумның Red Spot деген сорты. Бұны да суда тамырлатып ектім. Мынау псевдорентерум деген гүлдің отросткасы. Мынау сингониум. Осындай гүлдерім жақсы өсіп жатыр. Жарық жерде тұрады, бәрі терезенің алдында. Яғни тіке күннің көз түспейтін жарық терезенің алдында тұрады. Топырақ құрғаған кезде суғарамын. Суды жақсы көреді. Мына гүл суды жақсы көреді. Мына гүл жапырағы жұқа гүлдер суды жақсы көреді. Ал жапырақ қалыңдау келетін гүлдер өте көп суғарғанын ұнатпайды.